Барша зейнетақы алатындар үшін жақсы жаңалық. Бұл жаңалығымыз үшін бір емес мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Зейнетақы төлемдері 9%-ға өсті. Биылғы жыл зейнетақы төлемдері 9%-ға, ал жәрдемақы жалпы 7%-ға артты. Сондай-ақ зиянды еңбек жағдайында ұзақ уақыт жұмыс істеп жүрген азаматтарға арнайы әлеуметтік төлем енгізілді. Мұндай қызметкерлер 55 жастан асқан соң автоматты түрде төлем 4 көзден бөлінеді. Әрі көмек алушының зейнетақы қоры 7 жыл бойы үздіксіз аударылған болуы керек. Бұл туралы еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Түркістан облысы бойынша департаменті баспасөз отырысында айтылды. Зейнетақы аударымдары биыл қандай өзгерістер бар? Енді әрбір жұмыс беруші зейнетақы қорына міндетті 10% жарналардан бөлек қызметтердің жалақысына қосымша пайыз аударуға міндетті болады. Бұл норма 2020 жылы қабылдануы керек еді, алайда қоғамдық талқылаудан кейін біраз уақытқа дейін шегерілді. Биыл жаңа арна мөлшері 1,5%, ал келесі жылдары тағы 1%-ға өсіп отырады. Видеомыз кеңінен таралып қажетті жерлерге жету үшін және де барша зейнетақы алатындар көру үшін видеомызға лайк басып жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.